Ассалаумағалейкум ағайындар, амансыздар ма? Қайырлы таң баршаңызға ағайындар. Мынау көк әшейіндіктегі тұрған қоңыр әшейіндік өпсін. Сол қуан мынау осы Рустам Тургунов ағамыздағы граф деген қошқардың бел баласы. Граф деген қошқар кезінде Қырғызстаннан 40 мың долларға сатып алынған екен. Осы енді қазір граф деген қошқардың прямой баласын мен алып отырмын. 9 айлық, в общем, апрельдің 25 или 26 или 27 сол шамада жасына толады бұл, Құдай қаласа. Қазір 9 айлық бұл. Егерде күмәнданып сомнение ұстайтындар болса, күмән ұстайтын болса, Рустам Тургунов ағамызды танитындар болса, звондап осы қошқарды көрсетсе, өзі көріп, танып айтып береді. Өзінің қорасынан шыққан, өзінің қошқарының баласын кімде болсын таниды. Міне осы ар шетіндегі тұрған қызыл әшейіндіктегі ол жаңағы миллионның прямой немересі, миллионнан түскен тікелей баласының баласы, в общем, немересі прямой. Ар шетіндегі екеуі, ол екеуі простой әшейін ет бағында ұстап отырмын. Ол екеуін ар шетіндегі кішкентайды өзіме союға. Мына екеуі Алла бұйыртса биыл көктемде жарыстан кейін саулықтарға салам. Құдай қаласа екеуінде жарысқа барып келсін. Құдай қаласа қазір енді бақа жарысқа дайындап жатырмын бұл екеуін. Міне артындағы жүрген Рустам Тургунов ағамыздың қорасынан шыққан граф деген қошқардың бел баласы. Бұны да енді өзінің әкесінің лақабасымен граф деп қойған. Бұны да анау алдындағы миллионның баласы ол Ұлытау деп қойған бұның несін, лақабасын. Мұнан енді әкесінің несімен граф деп қойған. Бұны да әкесінің лақабасымен қоям. Мына ағайындар, мынау енді граф лақабымен шығады. Енді Алла бұйыртса жарыстан. Мұны күдіктенген, күмәнданған адамдар болса, Рустам Тургунов ағамызға звондап осы видеоны көрсетсе, өзі де дәлелдеп береді. Рахмет баршаңызға, Алла разы болсын.